Жұма күні күйеуі кенеттен демалыс күндері анасының саяжайына барып, бірнеше күн сонда өткізетіндерін айтты. Бұл қайдан шыққан? Деп таңғалды Қаламқас. Неге таңғалдың? Деді Болат. Анам сағынды, бізді көргісі келеді. Оның үстіне күз ғой, тосаппен тұздалған көкөністерінің бергісі келеді. Мүмкін бір көмегі де керек шығар. Әлде қарсысың ба? Деп қасын көтерді Болат. Жоқ, әрине. Мен анамызбен кездесетінімізге қуаныштымын, деді Қаламқас. Дегенмен онша барғысы келмеді. Өйткені өз жоспары бар еді. Оның үстіне енесімен ара қатынасы баяғыдан бері сәл салқындау болатын. Дегенмен ашық қақтығысқа дейін барған емес. Анасы өмірге байланысы жоқ әйелдердің қатарынан емес еді. Бірақ кейбір реніштер бар болатын. Болат екеуінің баласы жоқ екені де, немере көргісі келетін қарт әйелдің келінге деген көзқарасын жақсарта қоймаған. Дегенмен ол ешқашан ұлына келіні туралы жаман сөз айтпайтын. Тіпті кейде Болат Қаламқасқа шағымданса да, анасы оны тоқтататын. Қой, ол сенің әйелің ғой, өзің таңдадың, шағымданатын ештеңе жоқ. Бірдеңе ұнамаса, айқай шусыз өзің әсер ете алар едің, дейтін. Сондықтан Болат тырысты. Бірақ Қаламқас мінезі жуас па, әлде бала сүйе алмаған үшін өзін кінәлі сезінгеннен бе, әйтеуір күйеуіне қарсы келуге көп батылы жетпейтін. Ол да жанжал шығарғысы келмейтін. Әсіресе соңғы уақыт аралығындағы қатынас бұрынғыдай жақсы болмаған соң. Үлкен ұрыстар тек Қаламқастың сабырлылығы мен ымырашылдығының арқасында ғана құтылып жүрді. Сол сапардың қарсаңында да Болат үйге кеш әрі көңілді келді. Әйелі кешіккен себебін сұрағанда, ол салғырт жауап берді. Біреудің туған күні болды жұмыста. Соны тойладық. Түсінікті. Мен де уайымдап едім. Онда ертерек ұйықтай сал, ертең жолға шығамыз ғой, деді Қаламқас. Қарасам, аздап ішіп алғансың. Ой, шамалы ғана ішіп едім. Ертеңге дейін бәрі кетеді, деп сендірді Болат. Алайда ол түні бойы дұрыс ұйықтамады да, таңертең ашулы оянды. Рөлде отырғанда көзі ілініп кете берді. Мұны байқаған Қаламқас алаңдап кетті. Өзі де көлік жүргізе алатын, жүргізушілік куәлігі бар еді. Сондықтан, Болат, сен ұйықтап бара жатырсың ғой. Артқа орындыққа жат, мен отырайын рөлге. Жарайды, деді күйеуі келісіп. Артқа ауысып, көп ұзамай ұйықтап кетті. Қаламқас трассамен баяу әрі абайлап келе жатты. Кенет жол жиегінде 10 жас шамасындағы бір баланы көрді. Жалғыз, тоңып тұрған балақай. Киімі де ауа райына сай емес. Оның түрін көріп, Қаламқастың жүрегі елжіреп кетті. Мына баланы трассаға жалғыз кім жіберген, деп ойлады ол. Бала қол көтеріп, көлік тоқтатпақшы секілді еді. Әрине үміттеніп, біреу мінгізіп алар деп ойлаған шығар. Қаламқас тоқтап, оны отырғызды. Рахмет, тәте, деді бала қасына жайғасып. Тек менде ақша жоқ. Ой, қойшы. Қандай ақша? Саған қайда бару керек, деп сұрады Қаламқас. Ұзақ емес, осы жолмен қиылысқа дейін ғана, деді бала. Ал одан кейін? Одан кейін басқа машинаға отырамын. Не, маршруткаға. Бала артқа орындықта ұйықтап жатқан Болатқа қайта-қайта қарап қойып отырды. Маған негізі ауруханаға бару керек. Ол жерде әжем жатыр. Оны бүгін таңертең жедел жәрдеммен алып келген, деді ол. Ал ата-анаң қайда? Олар сені ертпей өздері ауруханаға кетті ме? Деп сұрады Қаламқас. Жоқ, менің ата-анам жоқ. Біз әжем екеуміз ғана тұрамыз. Әкем мен анам біраз уақыт бұрын қайтыс болған. Мен оларды тіпті көрмегенмін де,
есімде де жоқ. Қаламқас іштей күрсінді. Мынау да бір тағдыр екен-ау. Ал сен неге артқа қарай қайта-қайта қарап отырсың? Деп сұрады ол. Бұл кім кісі? Ол менің күйеуім. Шаршап ұйықтап отыр. Бірақ ол да жақсы адам, қорықпа, деді Қаламқас баланың мазасызданған түрін байқап. Тек ол бір ағайға қатты ұқсайды. Сол ағай жақында бізге келіп кеткен. Бізге дегенің қалай? Маған және әжеме өзінің достарымен келді. Үйімізді сатшы деді. Солай істесең жақсырақ болады деді. Ал егер әжеме бірдеңе болса, мені жақсы тамақ беретін жақсы пансионатқа орналастырам деді. Бала даусы дірілдеп. Ал мен барғым келмейді ол жерге. Мен әжем жақсы тамақтандырады. Ол жақында жазылып кетеді. Иә, дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасайды, деді Қаламқас жұбатып. Ал менің күйеуім жайлы айтсам, бәлкім сен шатасып тұрған шығарсың. Бізге ешқандай үйдің керегі жоқ қой. Ол неге сатып алмақ? Білмеймін, бірақ маған сол кісі сияқты көрінді. Мүмкін біздің үй емес шығар, басқа үйлерге де барып жүрген. Сол ауылдағыларға да сатып алуды ұсынған. Осы сәтте Болат олардың әңгімесін естігендей оянып, көзін уқалап отырды. Әлі келген жоқпыз ба? Жоқ, бірақ жақындап қалдық. Мен бір баланы жолдан алып мінгізіп едім. Ауруханаға дейін апарып тастайық деді. Болат қабағын түйіп балаға суық көзбен қарады. Біз қайда бара жатырмыз өзі? Енді қайырымдылықпен айналысатын болдық па? Әлде бензин тегін болып кетті ме? Бұл жай ғана бала ғой. Мен оны тек жолай ала кеттім. Ол ауруханаға әжесін көруге бара жатыр, деді Қаламқас сабырмен. Қайдағы әже? Түсіріп кетте жүр әрі қарай. Дачаға баруымыз керек қой. Бірақ бұл жолы Қаламқас табандылық танытты. Жоқ, мен баланы жол ортасына тастамаймын, деді ол. Сөйтіп қиылыстан бұрылып ауруханаға дейін жеткізді. Сосын көліктен түсіп, баламен бірге ішке кірді. Уайымдама, айтпақшы атың кім? Мақсат. Ал мен Қаламқаста теңмін. Мына телефон номерімді ал да, кейін хабарласшы, әжеңнің жағдайын айтарсың. Жақсы, деді Мақсат, рахметін айтып тіркеу жағына қарай кетті. Қаламқас оның Кеулімжаева Дариға Марат қызына деп айтып жатқанын естіді де, күйеуінің ашуланып отырғанын сезіп, машинаға қарай асықты. Ал жақсылық жасап келдің бе? Деді Болат мысқылмен. Әйелі қайта рөлге отырған сәтте. Осындай панасыздар аяушылық тудырып, сен сияқты адамдарды алдау үшін неше түрлі жыламсық әңгімелер ойлап табады. Түсінбейсің бе соны? Әжесі, атасы бар дейді. Жоқ, Болат, ол шын мәнінде ақымақтықпен келген. Деп Қаламқас оны тыныштандыруға тырысты. Иә, жақсы әже екен. Бәрін қадағалай алмайды екен. Ал неге ол бала жалғыз өзі осындай жаста көшеде сандалып жүр, деп күйеуі ашуын баса алмай сөйледі. Ол соншалық ашуланды, тіпті баланың айтқан үй сатып алу туралы әңгімесін де сұрамады. Қаламқас енесі үйге барар алдында жағдайды ушықтырғысы келмеді. Алайда бәрібір солай болды. Оның енесі олардың ашулы күйде келгенін байқап қалды. Бірақ ештеңе демеді. Тек күн батып кетпей тұрғанда зиратқа барып келейік. Әкеңнің қабірін қысқа дайындау керек, деді. Барлығы бірге сол жаққа аттанды. Қайынатасының қабіріне апаратын соқпақпен келе жатып, Қаламқас еріксіз өзге құлпытастарға көз жүгіртті. Кенет көзіне таныс фамилия түсті. Кеулімжаева. Бұл қосарлы жерлеу еді. Шамасы ерлі-зайыптылар бір күнде қайтыс болған сияқты. Ал әлгі баланың әжесі де Кеулімжаева ғой. Сонда бұл Мақсаттың ата-анасы ма екен, деп таңырқай ойлады Қаламқас. Не қарап қалдың сонша, деп Болат оны иығынан тартып алды. Сөйтіп екеуі бірге әкесінің қабіріне барды.
Қаламқастың ернінен әлгі марқұмдар мен үй сатып алу жайлы сұрақтар шыға жаздап еді, бірақ өзін тоқтатты. Күйеуі ашуланса, ештеңе дұрыс айтпайтынын білді. Қабірді ретке келтірген соң, отбасы үйге қайтты. Түстен кейін Болат серуенге шығып, ескі таныстарын көрмек болды. Ал әйелдер үйде қалып, ыдыс жуып үй жинады. Сол кезде Қаламқас енесінен біраз мәлімет алуға бел буды. Кешіріңізші, апа, атамыздың қабірінің қасында ерлі-зайыпты Күлімжаевтар жатыр екен. Екеуі де бір күнде қайтыс болыпты. Сіз білмейсіз бе, олар кім және не болғанын? Ол баяғыда болған, деп аса ықылассыз жауап берді анасы. 10 жылдай бұрын сияқты. Жас ерлі-зайыптылар жол апатына түскен. Қандай апат еді ол? Деп Қаламқас қызыға сұрай түсті. Нақтысын білмеймін, өзім көрген жоқпын. Айтуларынша, кінәлі бай адамның бірі екен. Қымбат көлігімен соғып кетіпті. Бірақ ол не қашып кеткен, не сатып алған дейді, әйтеуір табылмапты. Соңында 2 адам қаза тапты, ал ешкім жауап берген жоқ. Бір кішкентай баласы қалған, әжесі бар. Күйеуінің бе, әйелінің бе білмеймін, көрші ауылдың адамдары дейді. Мен өзім танымаймын, тек елден естігенім ғой. Осы әңгіменің бір бөлігін үйде оралған Болат естіп қалды. Не жайында сөйлесіп отырсыңдар? Кім қаза тапқан? Деп сұрады ол. Ескі оқиға ғой. Қаламқас сол апат туралы сұрап жатыр. Есіңде ме? Қай заманда болған нәрсені айтып отырсыңдар? Қайтыс болса қайтыс болған, жандары жәннатта болсын. Өмір бойы өсек айтудан жалықпайсыңдар, деді Болат ренжіп. Күйеуінің бұл әңгімені аса ұнатпағанын байқалды. Бірақ Қаламқас оның анасынан көбірек білетінін сезді. Бұл оны таң қалдырды. Дегенмен сұрауға батылы бармады. Түн ортасына оянып кеткен Қаламқас күйеуінің біреумен телефонын сөйлесіп тұрғанын естіді. Мен білем, бәрі ұмтылған сияқты, бірақ кенет біреу еске түсірші. Сол жерден бері жүрегім тыныш емес. Егер бәрі қайта асылшасы, маған керек бе ол? Жарайды, уайымдап тұрғаным жоқ. Тек ескертіп отырмын. Бірдеңе болса, бәрін менен естімегенсіңдер. Қаламқастың бойын үрейледі. Не болғаны? Шынымен, Болат сол апатқа кінәлі ме? Ал ол айтып отырған істер деген не? Ол менің күйеуім ғой. Не расында бір сұмдық істеген бе? Өйткені ол оның күйеуі. Шынымен бір сұмдыққа кінәлі ме? Ең аз дегенде бұл қылмысты жасыру. Осы әңгіменің мәнін ойлана келе, Қаламқас апатқа тікелей кінәлі адамның Болаттың бастығы екенін түсінді. Түн ұйқысыз өтті. Таңертең болған жағдайды ішінде ұстай алмай, Қаламқас бәрін айтып қойды. Күйеуінің түнгі әңгімесін естіп қалғанын және енді не ойларын білмейтінін мойындады. Өзге іске араласпа және өзге біреудің әңгімесін тыңдама, деді Болат қатқыл үнмен. Кешір әрине, бірақ біз ерлі-зайыптымыз ғой. Демек, біздің бар ісіміз ортақ. Айтшы, ол қандай апат? Сен оған қатысың бар ма? Жоқ, енді бұл тіпті шектен шыққандық. Осындай әйелің болса, дұшпанның керек жоқ. Өз күйеуін қылмыскер еткісі келеді, деп ашуланды Болат. Ал мен не ойлауым керек? Адамдар қаза тапқан, ал сен соған қалай да қатысың бар сияқтысың. Әлде жай ғана куә болдың ба? Айттым ғой, бәріне кінәлі бастығым. Мен ол кезде оның жүргізушісі едім. Бір тойдан келе жатқанбыз. Ол мас болды. Өз рөлге отырамын деп апат жасап тастады. Кінәлі сол, ал мен оны құтқарып қалдым. Қалайша бұлай істей алдың? Деп Қаламқас үнсіз таңырқап сыбырлады. Өте оңай, көз шараңды үлкейтпе. Болары болған, оны өзгертуге болмайтын еді. Бірақ 2 адам қаза тапты ғой, деді Қаламқас даусы дірілдеп. Есімде, бірақ шындығында мен кінәлі емеспін. Мен рөлде болған жоқпын. Бірақ жалған куәлік бердің ғой, деді Қаламқас. Сонда қандай жол қалды? Егер мен үнсіз қалмасам,
бізде қазір ештеңе болмас еді. Әлі күнге шейін жүргізуші болып жүрер едім. Бір бөлмелі коммуналкада өмір сүріп, еш лауазым, пәтер керек емес еді. Мұның бәрі бастықтың арқасы. Ол мені қызметте көтерді, пәтер алуға ақша берді. Сонда сен ар ұятыңды сатып, екі адамның өмірін төледің бе барлық игілікке? Деді Қаламқас үмітсіз күйге. Ой, қалай ойласаң солай ойла. Әңгіме қылатын ештеңе жоқ, деді Болат қатқыл үнмен. Саған бәлкім жол жоқ шығар, ал маған, деп үлгермей, Болат оны зекіп тастады. Сонда да Қаламқас әдетінше үнсіз қалды. Алайда болғанның бәрін ойынан шығара алмады. Тіпті ұмытқысы да келмеді. Өйткені дәл оның күйеуінің кесірінен кішкентай Мақсат жетім қалды. Ал оның әжесі сүйікті ұлын жоғалтқан еді. Сонда Қаламқас бәрін жайына қалдырып, ештеңе болмағандай өмір сүре бере ме? Келесі күні оған Мақсат телефон шалып, жылап тұрып әжесінің жағдайы нашарлап, комаға түскенін айтты. Қаламқас ешкімге тіс жармай бірден ауруханаға асықты. Дәлізде реанимация есігінің алдында Мақсат көз жасын тия алмай отыр екен. Жанында жас дәрігер оны жұбатуға тырысып отырды. Мақсат, сәлем, деп жүгіріп келді Қаламқас. Сен не, түнімен осында отырдың ба? Үйге баруға қорқам, деді бала. Әжем жазылғанын күтіп отырмын. Жарайды, онда менімен жүр. Әзірше менің үйімде боласың. Дәрігердің нөміріңді алып, хабарласып тұрамыз, деді Қаламқас. Дәрігер орнынан тұрып, ал сіз оған кім боласыз, деп сұрады. Тәтесі, анасы жағынан әпкесімін, деп өтірік айтты Қаламқас. Міне менің мекен жайым мен телефоным, хабарласып тұрыңыз. Баланы ауруханада тастап кетуге болмайды ғой. Иә, дұрыс айтасыз, деп дәрігер келісті. Өзін таныстырып, өз нөмірінде қалдырды. Шынын айтқанда, Қаламқастың баланы апаратын басқа жері жоқ еді. Сондықтан ол енесінің үйіне бет алды. Бірақ Қаламқас ішінен ақ білді. Күйеуі мұндай шешімге қуана қоймасын. Қаламқас ауруханадан кеткен бойда бас дәрігер келіп қалды. Мақсатты дәлізде көрмей сұрады. Ол қайда кетті? Оның артынан бір әйел келді, деді жас дәрігер. Ол қайдан пайда болды? Науқас ешқандай туыстары жоқ деп айтқан еді ғой. Білмеймін, деді жас дәрігер. Анасы жағынан сіңлісі екенін түсіндірді. Бірақ сол сәтте өзінің қателескенін түсінді. Кім болса соған бере салдың ба баланы? Бірақ сен оның төлқұжатын көрдің бе? Деп ашуға булыққан бастығы сұрады. Жоқ, әрине. Оның үстіне төлқұжатқа әпкелер туралы ешқандай дерек болмайды ғой. Яғни сен мүлде бейтаныс адамға баланы бере салдың ба? Енді ол бала қайда екенін білмейсің бе? Жоқ, білмеймін. Егер оны іздей бастаса не болмақ? Жас дәрігер қандай себеппен екені белгісіз, Қаламқастың нөмірін бас дәрігерге бермеді. Оған бастығының осыншама ашуланғаны түсініксіз көрінді. Сол себепті кінәсін мойындап отырып, қатаң сөгісін үнсіз тыңдады. Бірақ аусым аяқталған соң Қаламқасқа кетті. Ал Қаламқастың өзі де балапанмен бірге енесінің үйіне барған сәттен бастап қиындықтарға тап болды. Қаламқас пен Мақсатты көре сала айқайға басты. Бұл не? Сен тағы бір қаңғыбасты үйге алып келдің бе? Керемет, енді онымен не істемексің? Ол қаңғыбас емес қой, деп сабырға шақыруға тырысты Қаламқас. Оның барар жері жоқ, әжесінің жағдайы нашарлап кетіпті. Ал бұған біздің не қатысымыз бар, деп Болат ашуын баса алмай сөйледі. Енді сен оны өзіңмен бірге үнемі сүйреп жүрмекпісің? Қажет болса алып жүремін, деді шыдай алмай кеткен Қаламқас. Жоқ, жаның алып жүрмейсің, деп ашумен аяғын жерге бір басты күйеуі. Дереу оны қай жерден алсаң, сол жерге апарып таста. Енді мен оны көргім келмейді. Қаламқас қорқып тұрған баланы құшағына алды. Ол еш қайда кетпейді. Ол менімен қалады. Сен қала немесе қаламасаң да. Енесі қасынан тұрып,
қай жақты қолдайтынын білмей тұрды. Сол айғай-шудың ортасында үйге жас дәрігер келіп қалды. Ол айналып өтіп Қаламқасқа жабысты. Өзің туысы деп таныстырып, баланы алдап кеткен деп айыптады. Жарайды, баланы қайтарыңдар деді ол. Бұл күтпеген қолдауға Болат қатты қуанған екен. Міне, тіпті бір мәдени адам табылды ғой, деді ол. Дәрігер болса көз қарасымен Қаламқасқа айқын білдіріп тұрды. Ол оның жағында. Қазір дәл осылай сөйлеуі керек еді. Өйткені артық қиындықтар қажет емес еді. Қаламқас бұны түсініп, мақсатты босатты да дәрігерге кейін байланысатын меңзеді. Ал келесі күні Болатты тыңдамай барып жас дәрігермен кездесті де баланың ата-анасының қайтыс болғаны туралы білгенін айтып берді. Іс жұмбақ, деді жас дәрігер. Маған бәрібір келіп тұрғандай. Бастығым да осы іске қандай да бір оғаш қызығушылық танытып жатқан сияқты еді. Жас дәрігер қателеспеген. Басшы өз бағыныштысын үлкен себепсіз кінәлаған жоқ. Ол Мақсат пен оның әжесін жайдан жай бақылап жүрген жоқ. Бұл әрекет Болаттың бастығы соның сұрауы бойынша болған. Қызметкерінен келген хабардан кейін ескі оқиға қайта орын алуы мүмкін екені мен оның кінәсі әшкереленуі мүмкіндігін білген соң басшы әже мен баланы бақылауды тапсырыпты. Үміттенемін, қартая түскен әйел тез қайтеді. Баланы балалар үйіне береміз де, солайша іс бітіп қалар. Негізгісі ересектердің ешбір қызықпауы керек, деді басшы бас дәрігерге. Ал бас дәрігер белгілі бір материалды қолдау алып келісіп қалды. Егер жас дәрігер осынша ашық жауапсыздық танытпаған болса, бәрі бақылауда болар еді. Жас дәрігер бұл барлық жайттарды білмегенін айқын, бірақ сол істі анықтауға бел буған. Сіз маған осы адамның, яғни Болаттың бастығының номерін біліп бере аласыз ба? Деп сұрады ол Қаламқастан. Кездесу белгілеуім керек. Диктофонмен бірге келіп, бар шындықты ашамын деп үміттенемін. Нөмірі бар шығар, бірақ бұл қауіпті болуы мүмкін, деді Қаламқас. Маған көрінгені мәселе тек апатта ғана емес, қатысқандардың барлығы жоғалтуы мүмкін нәрселері бар. Мүмкіндігі бар, қауіпті де жоққа шығармаймын. Бірақ басқа шығатын жол жоқ, деді жас дәрігер. Келесі күні ол Болаттың бастығының қоңырау шалып кездесуді келісіп алды. Ол бастықтың оның алдында ақша ұсынып құтылмақ деп үміттенді. Бірақ ол кездесуге жалғыз келмеді. Дереу түсінді, жағдай өзіне өте қауіпті бағытта дамып бара жатыр. Сондықтан артық сөзсіз дәрігерден құтылуды шешті. Бақытымызға орай Қаламқас мұндай нәтижеден қорқып, алдын ала полиция шақырған болатын. Сол себепті жас дәрігердің өміріне нақты қауіп төнген сәтте бәріне себепші болған басшы мен оның сыбайластары ұсталды. Оларға бұрынғы жол апаты бойынша да, ол басшының қастандық жасау әрекеті үшін де айып тағылды. Және бас дәрігерге де айып тағылды. Болат та жауапқа тартылды. Тергеу барысында оның да өтірік куәлік беруден басқа бір қатар заңсыз істерге қатысты бар екені анықталды. Ол бастығын ғана жасырып қоймай, өзі де бірнеше рет заң бұзған екен. Әрине, ол ашуға мініп, бәріне әйелін кінәлады. Ал Қаламқас ажырасуға арыз бергенде Болат бұған онша қарсы болған жоқ. Енесі ұлының барлық істері туралы білген соң, бұрынғы келініне еш реніш білдірмеді. Ұлымды тастай алмаймын, бірақ оны ақтап алуға да болмайды, деді енесі. Қаламқастың ұлын әшкерелеудегі рөлін естігенде. Ал Қаламқастың ендігі бар уайымы Мақсат еді. Ол балаға қамқоршы болуға шешім қабылдады. Өйткені ол ересектерсіз қалды. Ал әжесінің жағдайы тым ауыр еді. Жас дәрігер оған барынша көмектесті. Және осы ортақ іс екеуі арасындағы қарым-қатынасты бастамасы болды. Қаламқас ажырасуды ресми түрде аяқтаған соң, дәрігер оған үйленуге ұсыныс жасады. Біраз уақыттан кейін олар Мақсатты ресми түрде асырап алды. Ал тағы бір жылдан соң олардың қыздары дүниеге келді.
Өкінішке қарай әжесі бұл сәтті көре алмады. Бірақ олар нәрестеге оның құрметіне Дариға деген ат қойды. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп үлпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.